Құрметті оқырмандар, бүгін біз Адам атадан бастап ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі барлық пайғамбарлардың өмірі баяндалатын қызықты қиссаларды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып Ыдырыс пайғамбар. Жалпы Ыдырыс пайғамбардың өмір баяны, ол кісінің періштелермен достастығы жайлы қызықты мәліметтер болады. Тіркеліп, соңына дейін қараңыздар. Ыдырыс пайғамбар. Шиш пайғамбар Ыдырыс пайғамбардың 5-ші атасы болған. Ыдырыс пайғамбар Адам атаның көзі тірі кезінде дүниеге келген. Ол Адам атаны көріп, онымен 120 жыл бірге өмір сүрген. Адам ата 1000 жыл ғұмыр кешіп, өзінің 6-шы ұрпағына дейін көрген. Адам және Шиш пайғамбар дүниеден өткеннен кейін Аллах тағала Адамның ұрпағы ішінен Идрис пайғамбарды пайғамбар етіп таңдайды. Идрис пайғамбар Мысырда Маниф деген орында дүниеге келген. Ең алғаш жазу ғылымын дүниеге келген осы Идрис пайғамбар болатын. Көп білетіндігі үшін оны Ыдырыс деп атаған. Ыдырыс пайғамбардың бірнеше қасиеттері болды. Бірінші қасиеті әрине оның пайғамбарлығы болды. Екінші қасиеті оның ғалымдығы болды. Әсіресе жұлдыз ғылымы Ыдырыс пайғамбардан қалған. Сондықтан оны жұлдыздар ғылымының атасы деп атаған. Үшінші, жазу ғылымын дүниеге әкелген. Төртінші, күміс теуді, зергерлік өнерді білген. Бесінші, соғыс құралдарын жасауды ойлап тапқан. Алтыншы, соғысу Ыдырыс алейхиссаламнан қалған. Бұл жерде айта кететін маңызды жайт, ең алғаш Қабыл қауымына әскер жасақтап шабуыл жасаған осы Ыдырыс пайғамбар болған. Ыдырыс пайғамбардан сонымен қатар тұтқындарды алып қалған. 8-ші, киім тігу өнері осы Ыдырыс пайғамбардан қалған. 9-шы, ең алғашқы пайғамбарлардың бірі болып, қауымын иманға үндеген. 10-шы, Ыдырыс пайғамбар көкке көтерілген. Шиш пайғамбардан соң көп уақыт өтіп, шариғат ұмытыла бастайды. Мүміндердің көбі Қабыл балаларын ілесіп, азып, тозып иманнан шығады. Тура жолдан тайып, жамандық жасауға кіріседі. Сол заманда Хақ тағала Ыдырыс пайғамбарды пайғамбарлыққа жібереді. Шиш пайғамбардан кейін халық шариғатты білмейтін еді. Ыдырыс алейхиссалам жерден, көктен ғибрат алып, дүниені жаратқан теңдесі жоқ бір жаратушы бар деп халыққа айтады. Күндердің бір күнінде қауымына келіп Алланың бар екендігін сөйлейді. Ол қауым Ыдырыс сөзін қабыл етіп, Алланың барлығына сенген кісілердің саны 1000-ға жетеді. Бірақ олар ол кезде ғибадат жасауды білмейтін еді. Bir күні Ыдырыс осы жиылған 1000 адамның ішінен 7 адамды алып сахараға шығады. 7 адамның қолдарын көкке көтертіп, «Я ғаламды жоқтан бар етуші Алла, бізге ғибадат етуді үйрет» деп дұға қыла бастайды. Хақ тағала дұғаларын қабыл етіп, 30 парақ кітап енгізеді және ғибадат етуді үйретеді. Әр күнде Ыдырыс алейхиссалам 12.000 тасбих етіп ғибадат қылады. Ғибадаттың көптігі үшін періштелермен достығын нығайып, жұлдыз ғылымын меңгереді. Bir күні Ыдырыс алейхиссалам сахарада жүргенде күннің ыстығы күшейіп ауырып қалады. Үйіне келіп, «Илахи, неше 1000 жылдық алыстықта тұрып, бір күн бізге қатты әсер етті. Бұл күнге өзіңдің құдіретіңді көрсет» деп дұға етеді. Дұғасы қабыл болып, күннің ыстығын Микаил періште келіп әлсіретеді. Күн ыстығынан құтылып, «Я Раббым, күн ыстығын маған жібергенің ашуың ба әлде рахметің бе» деп мінәжат қылады. Ыдырыс алейхиссаламға осы кезде періштенің көңілі түсіп, Хақ тағаладан Ыдырыс пайғамбардың жанына барып келуге рұқсат сұрайды. Хақ тағаланың рұқсатымен періште Ыдырыс пайғамбарға келіп, жақын досы болады. Ыдырыс пайғамбар бір күні періштеге: «Сен, қадірлі Әзірейіл, періштеге айта бар, менің өмірімді біраз ұзартсын» дейді. «Мен Алла тағалаға ғибадат істеуге өмірімді сарп қыламын». Сонда періште: «Менің оған күшім жетпейді» дейді. Ыдырыс пайғамбар: «Ол белгілі ғой, солай болса да сен бір қабат өтініп көші» деп періштеге бұйымтай айтады. Хақ тағала періштеге бұйырып, Ыдырысты Әзірейлге алып бар, өзі сұрасын дейді. Періште Ыдырысты 4-ші қат көкке алып шығып, күн жанына қойып, Әзірейл алейхиссаламға келіп: «Менің сенде бір өтінішім бар еді» дейді. Әзірейл алейхиссалам: «Күшім жетсе орындайын, ол не өтініш?» деп сұрайды. Сонда періште: «Менің бір Ыдырыс атты дос адамым бар еді, соның ажалын кешіктірсеңіз» дейді. Әзірейл алейхиссалам: «Оған менің күшім жетпейді, бірақ ажалы жақындағанда хабар беремін» деп адам ажалының дәптерін алып аша бастайды. Оның ажалы күннің ыстығынан болады дейді. Сонда періште: «Мен оны күн жанына қойып кетіп едім» дейді. Әзірейл алейхиссалам: «Олай етсең, Ыдырыстың бар ғұмыры тәмам болды» дейді. Періште қайтып келіп, Ыдырыстың опат болғанын көріп, 7 қат көк халқы жаназа намазын оқиды. Енді бір риуаятта Ыдырыс пайғамбар өз заманында барша адамды иманға үндеп қабылдатты, 100 шаһар салдыртты. Мұнан соң өлім мехнатын
қабір қараңғылығын, қияметтің қиындығын ойлап ғибадат етті. Барша жер жүзі халықтардың ғибадаты бұл кезде көкке жететін. Сол себепті Әзірейіл алейхиссалам ыдырысты көру үшін Хақ тағаладан рұқсат сұрайды. Алла тағала дұғасын қабыл етеді. Әзірейіл алейхиссалам адам суретіне еніп Ыдырыс пайғамбармен бірге 3 күн тұрады. Әзірейіл алейхиссаламның тамақ ішпей жемей отырғанын байқап, Ыдырыс пайғамбар оған қандай періште екенін сұрайды. Сонда періште: "Мен жан алушы Әзірейлім" дейді. Ыдырыс пайғамбар: "Жан алуға келдің бе?" деп сұрайды. Әзірейіл алейхиссалам: "Жоқ, сені көруге келдім" дейді. Ыдырыс пайғамбар: "Жанымды ал, өлім ащысын көрейін" дейді. Әзірейіл алейхиссалам Хақ тағаладан көмек сұрайды. Сол сәтте Хақ тағала: "Құлым Ыдырыс не тілесе, соны орында" дейді. Мұнан соң Әзірейіл алейхиссалам Ыдырыстың жанын алады да, сонан соң тәніне қайта жібереді. Ыдырыс пайғамбар өліп қайта тіріледі. Ыдырыс пайғамбар: "Және бір тілегім бар, мені көкке алып шық, жаһаннамды һәм жұмақты көрейін" дейді. Әзірейіл алейхиссалам: "Сондағы мақсатың не нәрсе?" дегенде, Ыдырыс пайғамбар: "Жұмақ пен тамұқты көріп, ғибадатқа ыждағатым артсын" дейді. Әзірейіл алейхиссалам тамұққа алып келіп, мәлікке айтады: "Тамұқ қанатын аш, Ыдырыс көрсін" дейді. Мәлік Алла әмірімен тамұқты ашты. Ыдырыс көріп болып, "Енді мені жұмаққа апар" дейді. Әзірейіл алейхиссалам жұмаққа алып барады. Ыдырыс жұмаққа кіріп, жұмақ нығметтерін, хор қыздарын, жұмақ иелерінің қызметкерлерін көргеннен соң ғажайыпқа таң қалып жұбанады. Әзірейіл алейхиссалам: "Әй Ыдырыс, енді шық, өз орныңа жеткізейін" дегенде, Ыдырыс пайғамбар: "Мен шықпаймын, Алла тағаланың үкімін күтемін" дейді. Хақ тағала бұларға періште жібереді. Әзірейіл алейхиссалам болған оқиғаны бастан аяқ баяндайды. Періште: "Сіз не айтар едіңіз?" деп Ыдырыс алейхиссаламнан сұрайды. Ыдырыс алейхиссалам: "Менің жұмақтан шыққым келмейді" дейді. Сонда періште: "Жұмаққа кіруге сіздің уақытыңыз әлі жетпеген" дейді. Ыдырыс пайғамбар: "Маған уақыт жетті, өлім шәрбатын татқанмын, осында боламын" дейді. Ыдырыс пайғамбар: "Маған уақыт жетті" десе, періште: "Жоқ" дейді. Ыдырыс алейхиссалам айтады: "Алла тағала әркім өлім шәрбатын татушы" деген. "Мен өлім шәрбатын іштім". Екінші: Хақ тағала: "Сізден ешкім тамұққа келмеді" десе, мен тамұққа бардым. Үшінші: Алла жұмақ иесі хақында: "Жұмаққа кірген адам мәңгілік, жұмақтан қайта шыққанды ешкім естіген емес" дейді. Періштелер не істерін білмей тұрғанда Хақ тағаладан әмір келеді. Ол: "Құлым дәлелмен сөйледі, сондықтан жұмақта тұрсын" дейді. Ыдырыс пайғамбар бір уақытта жұмақта, бір уақытта 4-ші қат көкте, бір уақытта 6-шы қат көкте періштелермен бірге ғибадат қылған. Енді бір риуаятта қиямет күніне дейін 4 пайғамбар тірі дейді. Екеуі көкте, екеуі жерде. Көкте Ыдырыс алейхиссалам мен Ғайса алейхиссалам, жерде Қызыр алейхиссалам мен Ілияс алейхиссалам бар. Қиямет күні бұл 4 пайғамбардың үшеуі өлер, біреуі тірі қалар. Тірі қалатыны осы Ыдырыс алейхиссалам делінген. Жұмақта болған үшін тамұқ әлегі Ыдырыс пайғамбарда жоқ, сондықтан ол мәңгілік. Ыдырыс алейхиссалам 65 жасында Рума есімді әйелге некелікке алады. Одан дүниеге Мүтшәлих есімді бала келеді. Мүтшәлих яғни шат мағынасында. Хазірет Мұхаммед алейхиссаламның нұры Мүтшәлихке көшеді. Мүтшәлих 180 жасында Ғария есімді әйелді алады. Онан бір бала дүниеге келеді. Есімін Ләммәк қояды. Ләммәк яғни ұлы деген мағынаны береді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның нұры Ләммәкке көшеді. Осылайша Мүтшәлих 969 жасында қайтыс болады. Ләммәк 82 жасында Қайныш есімді әйелді алады. Одан Нұх алейхиссалам дүниеге келеді. Ыдырыс пайғамбар Шиш пайғамбардың шариғатын жалғастырады және оған кейбір нәрселерді қосады. Ол белең алған бұзақылықтың ізгі адамдарға кесірін тигізе бастағанын сезіп, жихадты алғаш боп заңдастырады. Идрис пайғамбар жаяу әскер жасақтап айтып өткеніміздей, Қабылдың қауымына алғаш шабуыл жасайды және оларды жеңеді. Оларды тұтқынға алады. Сол уақыттан бері шындық пен жалғандықтың, жақсылық пен жамандықтың арасындағы күрес жалғасып келеді. Бізге Идрис пайғамбар туралы мағлұматтар аз жеткен. Алла тағала Құранда оған ишара жасап: "Кітаптағы Идристі есіне ал, ол шыншыл бір пайғамбар еді, оны жоғарғы орынға көтердік" деген. Мәриям сүресі 56-57 аяттар. Оның аятта айтылған жоғары орны туралы айтар болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Миғраж кешінде
4-ші аспанда осы Идрис пайғамбармен кездескен болатын. Идрис пайғамбар дүниеден өткеннен кейін жер бетіне ұзақ уақыт пайғамбарлар жіберілмейді. Адамдар Адам, Шиш және Идрис пайғамбардың оларға Аллахтың сәлемі болсын шариғатымен ғұмыр сүріп жүреді. Құрметті оқырмандар, осы видеоның соңына алдыңғы шыққан қиссалар бөлімін белгілеп кетсем, қарап көрсеңіздер болады. Және де әр күн сайын жаңа әңгімелер шығады. Сондықтан да каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.